Халыққа ұнамайтын заңның керек жоқ бізге. Бірақ та түсіндіру керек. Оны алып тастағаннан кейін ауыл шаруашылығына қандай мүшкілдік болатынын. Оны әрине анау диқандар ғана біледі, далада отырған, егін егіп отырған, мал жайып отырған. Асфальтта жүріп айқайлағандар емес. Бірінші, өкімет жанынан бірінші вице-премьер Бақытжан Сағынтаев жетекшілік ететін комиссия құруды тапсырамын. Ол комиссия мемлекеттік органдар, қоғамдық органдарменен мына шаруаны талқылап, нақты түсіндіріп, жер кодексіндегі дауды мәселелерге қатысты ұстанымдарды айқындап, парламентке ұсыныстар беріп, парламентпен бірге қайтадан қарайтын боламыз. Түсінбей жүрген адамдарды шақыру керек, барлығын. Бұл жұмысты Нұр Отан партиясымен бірге, оның жанында демократиялық күштердің біріккен коалициясы бар, ауқымды түсіндіру жұмысын жүргізу керек. Оған барлық партиялар, қоғамдық ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары тартылу керек. Оны жасырып қымтыратын ештемесі жоқ. Бәргелі белгілі елге істеп отырған экономика ғой.